Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қарапайым халықтың жағдайына бірінші болып көңіл аударуы тиіс биліктің әрекетіне күйініп жүрген белсенділер көбейіп келеді. Жыл басынан бері әр облыс орталықтарында осы кезге дейін шықпа жаным шықпамен күнелтіп келген жұрттың ашу ызасы буырқанып шықты. Былтырғы карантин кезіндегі жағдайды айтуға ауыз бармайды. Өздерін керемет қылып көрсететін мінбердегілер елге масқара болған еді. Шетінен жемқор мен парақор жиналған шақта аурумен емес, азғындықпен күресіп кеткен жайымыз бар. Сайлауға дейін ауыздары көпіретін халықтың жағдайына пысқырып та қарамайтындар. Жақсы айлығын алып, жылы жайлы жерде отыру сарымайдай жаққан секілді оларға. Депутаттарымыздың талай жайлы креслоларда отырып қалғып кеткен кездері де жасырын емес. Ал оларға қойсаңдар, онсыз да 30 жыл бойы ұйықтап қалғып мүлгіп келдіңдер ғой. Енді жастар да бар, осы жерге келгісі келеді, орынды босатыңдар деп айтатын адам табылмай тұр. Қалай болғанда да осы депутаттардың сайлау науқаны бұрынғыдай өтпеу керек. Елдің, жалпы халықтың жағдайына көңіл аударылуы тиіс. Осы орайда Арман Шораев айтпақшы, кеңестік кезден қалған қариялардан ондай белсенділік шыға қоймас. Уақыт көрсетеді бағдарламасында Арман Шораев ағамыз өзінің осы кездегі билікке қатысты пікірін былай деп жеткізгені бар. Совет дәуірінен келе жатқан билік, олар Калашников автоматынан басқа түк істей алмайды. Жаңа өзгерістер әкеле алмайды, жаңа қоғам құра алмайды. Олар жойылмай біздің еліміз оңбайды деп ойлаймын. Билік басына сол совет дәуірін көрмеген, иісін иіскемеген, Ленинді көрмеген адамдар келу керек. Ондай қызметке мен де жарамаймын. Билікке менен кейінгі 30-40 жастағы жас қыз жігіттер келуі керек деп жауап берген еді. Парламентте отырған депутаттарымыз бір отар қой сияқты, үн жоқ, түн жоқ деген сияқты. Егер билік рұқсат берсе, біреуді сынайды, ал бұлай отыра береді. Олар халықтың қалаулылары ғой. Халықтың мұң-мұқтажын билікке жеткізу керек қой. Бір-бірімен айқайласып, төбелесіп деген сияқты. Ондай жоқ қой, өкінішке орай. Сондықтан парламентте отырған депутаттар жай бір қуыршақтар театр деп айтсам қателеспеймін, немесе қариялар үйі деді шындықты тіліп айтқан Шораев мырза. Үнсіздікпен 30 жыл бойы ауыздарын ашпаған, халық жасаған ісі түгілі атында танымайтын депутаттар отыр ғой парламентте. Әйтеуір кіріп шығып, анау жиналыста отырғанына мәз. Шындап келгенде халықтың қамын ойлап, түнді ұйқысыз өткізетін адамдардың бұлайша жайылып жүргені халықтың әбден ашуын келтіріп жүр. Енді Тоқаевта осыны ескеру керек. Өзінің саяси реформаларын түбегейлі жасау үшін Тоқаевқа жас мамандар, жас депутаттар міндетті түрде керек. Бүкіл жауапкершілікті өзіне алған кезіндегі Назарбаевтың тірлігін қайталамас үшін енді биліктің кейбір тұтқаларын тиісті мамандарға үлестіру керек. Мына кеткеніміз кеткен болса, келесі болатын саяси реформалардың өзіне халық сене қоймайды. Сол себепті бізге ең біріншіден кадрларды өзгерту керек. Жоғарыда өз пікірін білдірген белсенді Арман Шораев ағамыздың ойына алып қосарыңыз бар ма? Өз ойыңызды айтар пікіріңізді төмендегі комментарий бөліміне өтіп қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.